Assalamualaikum hurmatli Qizay ana тобындағы және басқа топтардағы отырған үлкен кіші барлық тыңдармандар мен тәрбиелеушілер. Және қазақ тарихына қызығушылар, барлықтарыңыздың бастарыңызға бақыт, дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға Алладан амандық тілеймін. Бүгінгі айтайын деген негізгі ойым Құдайназар мен қызы Күлайым жоңғар қалмақтарымен Ботомойнақта жаудың жолын тосып соғысып, ерлікпен шейіт болған деп бала күннен қариялардың аузынан естіген сөздер бүгінгі күні Қызылжар немесе Қызылмойнақ дегенге өзгеріп кеткеніне күмәнмен қарап, Құдайназардың қызымен бірге қаза болған жері Сайқан Орқашардың түйіскен жеріндегі Ботомойнақ деп келген едім. Әрі Құдайназар 1723 жылы сол жерде қаза болған болар деп ойлайтынмын. Бірақ мына бір дастанды оқып көрсем, олай болмады. Өйткені қазақтың есім қаны болған кезде, жау жүректі жапан түзге толған кезде, олыпты мұндай атты бір әділ би, ұрығы ойпас күпшақ орта жүзде. Сол кезде жетіскелдің жасы, өз өлсе қара тұғын жоқ баласы. Ұшпағы қанамаған бәйбішенің қайғысыз күн өткізбес жоқ шарасы. Тоқалдан жалғыз туған қайыр келді, күндерді қолын күйіп ода берді. Мұндай дүниеден армансыз адам бар мекен деп сұрағанда бір адам, Шудың бойында Келденбай деген бай бар. 18 ұлы, 18 отау болды. Осы адам армансыз адам деп айтқан соң, Монтекен Келденбайды біздеп жолға шығады. Шудың бойынан тауып аман сәлем жасап, бір сөздің кезегінде мал мұнау, бала мұнау, Келдеке сізде арман бар ма депті. Сонда Келдекең, бір туған 3 жыл бір қыз төртіп еді, әкеміз ертеректе өлген еді. Қалмақтың жортуышысын аңдаймыз деп, кәрі жас түгіл атқа мінген еді. Таң атқан соң ауылға қайтып келіп, аттарын жұрттың бәрі жіберісті. Түйе мініп кәрілер жыл көргізіп, бауырына Қаратаудың ұзадәрі. Сөйткенше жауда шапты, айқай шықты, тартылды зырылдау көрінбестен. Кереттен күтіп бедім ұндай істі. Сонымен Келденбай жаяу жүгіріп жылқыға да жетеді. Өзінің үйреншікті қолға тұратын Сұрыбекеш деген бедеу биесін ұстап алып, ауылға келіп еттеп, 5 қаруын қолын алып, жылқының артынан қуып жетіп, алдын қайырып, зырылдауықты беліне тартып, алып тартады. Әрі айғай салып, жылқыны кейін қайтырады. Үріккен жылқы қалмақтарға қайыру бермей ауылға қарай үрке қашады. Сол кезде Қарақасқатты қалбағайлы қара қалмақ Сұрбекештің сағасынан сығалап тұрып садағын тартады. Сұрбекеште жығылады, өзді домалап барып шаунап тұрып садағын қолын алып, рамсақта оқ салып, қаптаған қалмаққа қарата садаға атады. Бірнешеуі жығылғанмен қалғанып бас салып, ұстап, байлап алып, еліне алып, 11 күн дегенде жетеді. Сол кезде Тарбағатай қалмақ жері асқан жоқ көпке дейін, одан бері Арқалы Керентаудың бауырын жайлап, кей жылы Маңыраққа көшеді деп, осы оқиғаларға зер сала отырып, Батыр Қоңтажының 1640 жылдарда Тарбағатайда ойрат қалқа одағын құрып, күшейген және Есімхан және Жаңғырхан тұсында Тарбағатай жақтан келіп, қазақ даласында шапқыншылық жасағандығын естіледі. Сол кезде Батыр Қоңтажыйды бірақ ері сенкін екендігін белгілі. Бұл дастанда Келденбай былай дейді. Қанеді қалмақтардың сенкін деген
mыңдаған нөкөрі бар қасын ерген, өзі бай, өзі мықты заманында ешкімге ол тұрғанда жол бермеген. Ұлдары батырсымақ, өрге күрек, өзінен басқаныкін жөн көрмеген. Сенкінің бір қызы бар, жанын асқан, жерде тұрып айгүнге өндірін қосқан. Қан тұғыл қалық сүйіп құралайды, әрдайым әйесінбей ақылдасқан. Содан бір күні қанның үлкен тойы болып, тұтқындарды босатып, ең соңында екі бегін Келденбайға жібереді. Олар келіп, қалмаққа жау болмаймын деп ант десең, қанымыз сені босататын болды, қалай дейсің дейді. Солда Келденбай, елім үшін өлсем өкінбеймін. Бүгін босатсаң ертең жау боламын. Сендер сияқты жауды қыруды әрқашан ойлаймын деп ант бермейді. Содан түйенің тесінен жасалған қапсауырға салып қараңғы тас босаға келіп қояды. Алып барысқан оймен болып қалғып ұйықтап кеткен екенмін дейді. Біреу келіп қапсауыр кепті жерге түсіріп ашты. Бірден таныдым, қанның қызы Құралай екен. Мен сендей 2 ай болып тұрғанда алдымен Құралай өз сөз бастады. Мен сенің қазақ екендігіңді біліп, әтей келіп тұрмын. Өйткені менің шешем Наушан деген 15 жасында қолды болып, оның сондай сұры болғандығынан әкем сенкін зорлықпен әйел етіп алыпты. Шешем қайғырып жүріп, қайғымен көз жұмды. Сол шешемнен мен жалғыз тудым. Шешем өлерінде жауыма пенде болма, жұртымның көзін көрсең сәлем айт деп, анам сол қайғысын маған тастап кеткендіктен саған келіп тұрмын. Өлдісең де, тірі қойсаң да, ел көзіңде. Егер тірі қойсаң, мен сендік деп қапсауыр кепті шешіп, мені босатып, Жайшағыр деген қанның тұлпары мен Торғай көк деген 2 тұлпарын дайындап, азық түлігін және қару жарағын сайлап алып берген екен. Сонымен біз сол атқа мініп, арқаның жолысы болар деп, батысты бет қалып, ауылдан қашып шықтық. Талай асу алқапты өрлеп, талай биік тауларды басып өттік. Таң сүзіліп, сәулесімен қараңғылық пердесі сырылып, бар әлемге жарқырап күн шуағын шашты. Сары дала сағым ойнап сақ-сақ күлді. Тауларда көк садағын мойын ілді. Басына бір биіктің шыққан кезде Құралай қуғыншыны қарап білді, дейді. Менің астымдағы Жайшағыр еді. Құралайды Торғай көкпен алдыдағы тауды барып, сол жерге жасырын деп жібердім де, андыздап қуып келе жатқан жаудың алдын тостым. Ең алдымен келген сенікінің үлкен ұлы Дауыл батыр екен. Алдымнан өте бергенде қиғаштап, құрамсақпен атқанымда төбедей төңкеріліп аттан құлап түсті. Одан кейін бағанаға қарағасқатты қарақалмақ жетті. Оны да садақпен атып, олмаққа асырды. Қойшы. Содан бірден келе берді, өлтіре бердім. Алдыңғы 40 шақты қалма өлген соң арттағылар бата алмай кейін қашты. Өлгендердің құрамсақтарын жинап алып, Жайшағырмен жетіп келгенімде Құралай жас баладай қуанды. Содан күн жүрдік, түн жүрдік. Күн сондай шыжып ыстық. Паналайтын жер жоқ. Бір жерге келгенімізде көл екен. Бірақ жан-жағы қалың қамыс екен. Осы жерге түсіп, аттың белін көтерелік. Суға түсіп салқындайық деп едім, мына сүркелі жер екен. Бет ашық жерге баралық дегенде көнбей сол жерге түстік. Ол бірге суға түсуден ұялып, мені басқа жаққа бар деді. Дегін қабыл алды. Суға түсіп қайтып келе жатқанымда Құралайдың шыңғырған даусы құлағыма кетті.
Sadaqımды oqtab жүгіріп барсам, қоян алған бүркіттей бір жолбарыс талап жатыпты. Жолбарысты атып қалдым, о да шешпей қатты. Бірақ ауыр жарары құралай. Мен арманыма жеттім, сен де арманыңа жет. Қиямет қайымда кездеселік, қайыр қош деп көз жұмды. Міне менің арманым. Bir жасты түспе десе, түспе деген жерге түсіріп, өліміне себепші болдым. Сол жастың маған істеген ізгі ісінің қарымын қайтара алмай, арманда қалдым деп, көзден аққан жасы сақалынан жерге тырс-тырс тамды деп суреттейді айтушы. Мұны баяндап отырғаным, мұнда бірнеше шындық жатыр. Бәлкім талай жандар бұл дастанында не шындық бар, еріккен біреудің жазғары шығар, оны көтеріп, сөйлеп отырған мына адам алжасқан екен деп күлерсіздер. Я. Батыр Қоңтажы 1635 жылы Ұлы Жүз жеріндегі есім қанға шабуыл жасап, Жаңғыр Ханзаданы қолға түсіреді. Кейін Жаңғыр амалын тауып қашып шығады. 1643 жылы Батыр Қоңтажи Қышуыттардан 15 мың, Торғау сынды өзге тайпалардан 10 мың, жиыны 25 мың әскермен келіп, Жаңғыр ханмен соғысады. Жаңғыр 600 адам бастап барып, Өрбұлақ басында соғыстырады. Соңында Қазақ уаңы Жалаңтөс 20 мың адаммен соғысқа қатынасады. Батыр Қоңтажының әскерлері қатты шығынға ұшырап, еріксіз кейін шегінеді. Десе де көптеген қазақты тұтқын етіп алып кетеді. Құралайдың шешесі бәлкім осы кезде қолды болып, Қоңтажының ұлы Сенкінге әйел болған шығар. Немесе Сенкін әйелдікке алды деуге әбден болады. Батыр Қоңтажи 1652 жылы әскерлерін қайта үйістіріп, осы орыс қамалдарынан қару-жарақ сатып алып, өзіне тәуелді қырғыздардан ат көлік алып, Жаңғыр ханмен тағы бір рет соғысады. Бұл соғыста қазақ жасақтары жеңіледі. Жаңғыр хан осы соғыста қаза болады делінеді. 1653 жылы Қоңтажи өліп, орнына Сенкін тақ мұрагері болып отырғанымен, жоңғар ақсүйектер арасында тақпен тәжіге таласқан ала жылан Ашбақа болып, өз-өзімен қырқысады. 1670 жылы Сенкін өлтірілгеннен кейін, Қалдан Бөшікті хан билікті қолына алады. Бірақ оның ендігі бақтырасы Сенкіннің ұлы Севан Рабдан болды. Әрі Севан Рабданның қалыңдығы Ақайды зорлықпен әйелдікке тартып алады. Әрі Севан Рабданды өлтірмек болып, оның ізіне 2000 әскер аттандырады. 1688 жылы Улан-Усуда, яғни Саван өңірінде, Севан Рабданның әскерлерімен соғысқан Қалдан Бөшіктінің 2000 әскері күйре жеңіледі. Севан Рабдан Ерен қабырғаның тау қойнауынан беріп бекініс салып, әскери күшін сақтап қалады. 1690 жылы Қалдан Бөшікті Қалқа мұңғылдарына әскер бастап жорыққа аттырады. Бұдан хабар тапқан Севан Рабдан Бұратала өңіріне қайта алып, бұл жерді негізгі база ете отырып, Қалданның таралып кеткен күшін қайта жинап, күшейіп алған соң Қалданның тағын, мал мүлкін, қатындарын иеліп алады. Сөйтіп бүкіл ойрат тайпасының билігін уысына түсіреді. Қалдан Бөшікті Қалқа мұңғылдарынан ойсырай жеңіліп қайта алмай, сол жерде құсадан өзін-өзі өлтіреді де 1660 жылдан 1690 жылға шейін қалмақтар өз ішінде қырқысына, яғни Қалдан Бөшікті мен Севан Рабданның арасындағы саяси және қарулы күрестер болып, қазақ даласы бір мезет тыныш болды. Міне бұны Келденбай
Ол кезде Тарбағатай қалмақ жері асқан жоқ көпке дейін одан бері Арқалы Керентаудың бауырын жайлап кей жылы Маңыраққа көшедері деген сөз бұған нақтылы дәлел болып келеді. 1698-99 жылдары Сеуінрабдан Ертіс бойынан Самсыған қалың қолмен Жетісу, Шу, Талас өңірлеріне шапқыншылық жасап кірді. Бірақ қазақтың мықты қаны Тәуекелдің күшті соққысына ұшырап, қалсырап, кері шегінді. Міне осы жолы Қызылмойнақ асуында бір адам қалғанша жаумен соғысып, екі шетке шайқас барысында жүздеген адам елмен жерін қорғау үшін ерлікпен құрбан болған жері Жоңғар Алатауының бөктері екендігі, яғни қазіргі Қапалдағы Қызылмойнақ деп қараймын. Не үшін десеңіз, Сеуінрабданның тұсында Тарбағатай тас жоңғар қалмақтарының меншігіндегі жер болып отыр. Өйткені 17 ғасырдың алғашқы жартысында қазақ хандығы Талас Балқаш көлінің оңтүстігіндегі Шу және Талас өңірлерінде өз үстемдігін бекемдегеннің үстіне Ташкент, Әнжан, Самарқан сияқты сауда орталықтарында түгелімен өз қолына алған. Тіпті билік аумағын біртіндеп Оралдың солтүстігіне Ешім өзені өңіріне дейін кеңейткен еді. Ал шығыс жоңғар Алатау бөктері Жетісу өңірлері болатын. Мұнда Тарбағатай өңірі тілге алынбайды. Сондықтан Құдайназар Тәңірберді ұлы Күлайым Құдайназар қызы және Қаракерейден Садыр, Матай, Дөттүбіл, Жалайыр, Албан, Суан руларынан құралған адамдар қазіргі Талдықорған облысының Ақсу ауданының Қапал ауылының шығысындағы Қызылмойнақ деп айтылған жерде жоңғар қалмақ қолдарымен соғысып ел үшін шейіт болған деп қараймын. Әлі осы Қызылмойнақ деп тұрақтандыруға толық дәлел бола алады деп айта аламын. Бұл менің жеке көзқарасым, басқалардың зерделеп көруін. Әрі осы айтылған дәлелдерді әріде жалғастыра зерттеулерін және де өздерінің көзқарас пікірлерін ортаға қоюын өтінемін. Ал енді Қытай елінің тарихи деректеріне қарағанда Қытай елінде қазақтар или Тарбағатай, Алтай сияқты атамекендеріне 1767 жылдан кейін қауіп оралған. 1766 жылы 4 айдың 17 күні Шың патшалық өкіметі Ле генералына Іленің жері Ұланбайтақ, егер қазақтар келіп көшіп қонып мал бақпаса, болмайтын жерлер болса, тіпті келіп тұрақтап қалуды қаласа, оларға рұқсат етілсе болады. Қазірдің өзінде Татабай бастатқандар жар өңіріне, яғни Өржар өңіріне келіп орналасыпты. Бұдан кейін келушілер сол Өржар маңайына орналастырса болады деп бұйрық берген. 1767 жылы сегізінші айда Шың патшалық өкіметі Абылай ханға қазақ малшыларының Іле өңіріне келіп көшіп қонып мал шаруашылығымен шұғылдануы болатындығын ұқтырған еді. Сондықтан сол жылдың өзінде Абылайға қарасты 300 үй Тарбағатай өңіріне көшіп келеді. Абылай ханның Қытай Шың патшалық өкіметімен жан-жақты қарым-қатынас жасауын кезінде Қабанбай мен Жәнібек батырлар да батыл қолдаған. Үйсін қазақтары соны 18 ғасырдың 60 жылдарында Іле өңіріне көшіп келе бастаған. 1770 жылы Чанлong жылнамасының 35 жылы орта жүзден 12 Абақ Керейдің мың үйлі жаны
Жеменей Қобықсары өңіріне көшіп келген. 1790 жылы Керей төресі Көгадай Бейжіңге барып, Чаллон ханның қабылдауында болып, күңдік мәнсіп алып қайтқан. Ал Наймандар мен уақтардың кейбір ұрулары да 18 ғасырдың 60 жылдарының соңынан Тарбағатай өңіріне келе бастаған. Найманның Қызай рулары алғашында Тарбағатай өңіріне, яғни Тоқта барлыққа келіп мекенденіп, онан соң 19 ғасырдың соңында Бұратала арқылы Іле өңіріне барған. Сондықтан Абылай хан, Қабанбай мен Жәнібек батыр қатарында Абақ төресі Көгадайдың, Қызай рулары бірлестігінің тәжісі Құдайменденің, Қытайдар мен Қазақтың туысқандық қарым-қатынасын орнатуында сіңірген тарихи еңбегін атап өтуге болады деп жазылған. Міне осыған қарағанда Тарбағатай 1698-99 жылдары қалмақтың иелігінде болғандығы бұл жерде нақтыланып отыр. Ал осыны тыңдаған барлықтарыңызға рахмет. Бірақ бұл менің жеке көзқарасым. Әлі де сіздер зерттеп көріңіздер, ойлап. Менің айтқаным тек қана жеке пікірім.